Қойшы енді қолыңды ербеңдете бермей. Қазір қолына абайсызда тиіп кетеді. Қорқпа, Маржан. Мен қолдарымды қайда жұмсау керектігін білемін. Өй, сәлем. Ай! Ой, кешірші, Маржан. Құрметті көрермендер, сәл үзілістен кейін қайта қауышатын боламыз. Қайырлы күн, достарым менің. Күннің қайырлы болғаны қандай жақсы. Бірақ бағдарламамыз жаңғыдай басталса, да қиын. Неге олай дейсің? Одан да олардың бүгінгі күннің тақырыбын айтпай кеткенін біз толықтырып кетейік. Қалай қарайсың? Өте жақсы қараймын. Достар, сендердің бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Біздікі жақсы. Көңіліміз сергек болып тұр. Дұрыс айтасың. Бүгінгі күннің тақырыбы да ерекше болмақ. Біздің киім үлгімізге қарап, бәрі біліп отырған боларсыздар. Иә, біз бүгінгі бағдарламаны спорттық ойындарға арнағанды жөн көрдік. Спорттық ойындардың ішінде кең тарағанның бірі бокс. Бокс арнайы жұмсақ қолғаппен белгілі бір ереже бойынша жекпе-жек күш сынасатын спорт түрі. Алғаш рет ежелгі Грекияда біздің заманымыздан бұрын 688 жылы ұйымдастырылып, спорттық ойындар қатарына енген. Сонымен қатар ол әуесқой бокс, кәсіпқой бокс болып екіге бөлінеді. Бокстағы негізгі соққылар түрі не? Тура соққылар, Жаннан соққы, төменнен соққы. Аружан, маған қызық. Біз бұларды білеміз, ал іс жүзінде қалай жасалатынын білмейміз. Ол үшін біз қаламыздағы белгілі Қажымхан деген бокс мектебіне жол тартайық. Анықтап маған дұрыстап қараш. Мына көзімісігі білінбей ме? Білінбейді. Оданша көрермендерімізден сәлемдесейік те. Сәлем, достар. Кезекті айдарымыз билеп көрейік айдарына назар аударыңыздар. Маржан, тыңдашы. Сау бол. Рахмет. Спорт денсаулық кепілі деген. Достар, барлықтарыңа мықты денсаулық тілеймін. Бүгінгі биіміздің түрі де арнайы бағдарламамыздың басты тақырыбы спортқа арналмақ. Саян, ендеше көп созбай, денемізді қыздырып алуға кірісейік. Достар, сендер дайынсыңдар ма? Біз бастаймыз. Бізбен бірге қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі қимылымыз. Бізбен бірге қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі қимылымыз. Бізбен бірге қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жаттығуымыз. Бізбен бірге қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достар, ендеше биімізді билеп көрейік. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill.
Is that all you got? Let's begin now. Достар, сендер бізбен бірге жасап үлгере алдыңдар ма? Бүгінгі биіміз ерекше болды. Солай ма? Тағы да билегің келіп тұр. Әттең, бізге берілген уақыт таяп қалды. Иә, дұрыс айтасың. Бізге берілген уақыт аз болмады. Бірақ тез арада зіреде өте шықты. Келесі бағдарламада біздің билек көрейік айдарын асыға күтетін болыңдар. Біз сендерді әртүрлі би жаңалықтармен қуантатын боламыз. Естеріңе сала кетейін. Келесі бағдарламада бүгінгіден де ерекше болады. Сау болыңдар! Достар, біз бүгін атақты палуан Қажымұқан атамыздың атымен аталатын орталық стадионның жанынан ашылған бокс мектебінде қонақтамыз. Өздеріңе уәде бергенімізде біз әлгі бокс соққыларының қалай жасалатынын бөліскіміз келді. Ол үшін боксшы, халықаралық спортшы Бақытжан Олжас ағамызға жүгініп отырмыз. Қайырлы күн, Қазақстан. Біз қазір соққылардың түзу және оң қапталдан жасалуын видеоға түсіру арқылы сіздерге көрсететін боламыз. Тура соққы негізінен мына жерден басталады. Сол қолмен бастаймыз, сол қолмен тоқтатпай ұрамыз. Сол қолдан кейін оң қолды қосамыз. Осылай соққыларды қоса береміз. куә болды. Әрине, оларға ұнады деген ойдамын. Уақытыңызды бөліп, пайдалы кеңестермен бөліскеніңізге рахмет. Әрине, келіңіздер, спортпен шұғылданыңыздар. Көрермендерге айтарым, спортпен шұғылданған денсаулыққа пайдалы. Келіңіздер, әрқашан көмектесуге дайынмын. Ендеше, көрермен достарымызға тілейтінім салауатты өмір салтын ұстану. Осы бір гүлмен айыбынды жуып шайдың десен, онда қатты қателесесің. Ұмытшы, қараш, тіпті сен қасында бокс қолбағын кимеймін де. Шын сөзім. Жарайды, өзің икемсіз болсан да, гүлді жақсы таңдайды екесің. Негізі... Не негізі? Бұл гүлді саған алған жоқпын. Ах, не? Берге шығане? Ойбай. Құрметті достар, міне, біздің де қолөнер айдарымызға келіп жеттік. Айдарымызға қонақ болып келген әнші, актриса, өз мектебінің үздік оқушысы Айзере Қалдыбай. Қош келдің, Айзере. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Айзере, ендеше өзіңнің бүгінгі бағдарламамыздың санында көрермен достарымызбен қандай бұйыммен бөлісесің? Толығырақ айтып кетсең. Ол үшін бізге ыстық клей, түрлі түсті картондар, сызғыш және қалам, қайшымен жапсырма, таяқша болмаған жағдайда қаламсап қолдансаңдар болады. Және де бізге кез келген домалақ пішінді зат қажет болады. Конфет қолдансаңыздар да болады. Көрдіңдер ме, достар? Біз білмейтін қызықтар көп екен. Сендер бізбен бірге жұмыс жасауға дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар, уақыт кетті. Ендеше біз
қызғылт түсті картонды алатын боламыз. Бұны осылай қоямыз. Енінен тіке 9 сантиметр. Мінекей, қағазымызды 4 бұрышты етіп қырқып алдық. Енді бұны созатын боламыз. Түсінікті? Екі бұрышын бір дәліз етіп қырқып аламыз. Домалақ болу үшін ортасына конфет қойып ораймыз. Түсінікті? Міне, мынандай гүл пішіндес болып шықты. Біз оны жапсырмамен жапсырамыз. Міне, осылай шықты. Біз жасыл картонды алып, стол үстіне қойып, тіке етіп қорқатын боламыз. Таяқша сыртына былай етіп орап аламыз. Біз жаңа орап алғанымызды гүлдің астына тығатын боламыз. Міне, бұлай істеп алдық. Жасыл түсті картонды тағы да 4 бұрышты етіп қиямыз. Және де мұны сабақ-сабақ етіп бөліп алатын боламыз. Және бұны ораймыз. Міне, гүліміз дайын болды. Бүгінгі сіздерге көрсетейін дегеніміз осы болатын. Гүл көңілі тыншыраған жанға көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын өсімдік. Гүлдің түр-түрі бар, иісі кереметтері қаншама. Өзінің ерекшелігімен де дараланатын гүлдердің саны аз емес. Соның ішінде бүгінгі қонағымыз Айзеремен жасаған гүліміз бір емес, бірегейі. Әдемі емес пе? Қараңыздаршы. Достар, сендердің де гүлдерің әдемі шыққан болар, иә? Айзере, саған үлкен рахмет. Қолыңа дерт бермесін. Өнер жолында жолың ашық болсын. Ал біз сіздермен келесі кездескенше дейміз. Туф, енді Маржанды қалай көндірсем екен? Не ғой? Тоқтай тұр, бағдарламаны аяқтайық, одан кейін жақсылап тұрып сөйлесетін боламыз. Құрметті көрермендер. Маржан, Не, мынау саған. қойшы осындайынды, білем ғой сенің қалай гүл сыйлағаныңды. Жоқ. Бұл жолы жолдың арғы бетінен арнайы сатып алдым. Шынымен айтамысың? Шын сөзім. Сендер қыздар осындай әдемі заттарға лайықсыңдар ғой. Енді сенің бұл гүлді алғанды қалаймын. Рахмет, бүгін күні бойы түскен көңіл күйімді бір сөзбен қуантып тастадың ғой. Ал енді көрермендерімізбен кездескенше дейтін кез келді. Сау, саламатта болыңдар. Жақсы күндерде жүздескенше.